Taaladan korku menen, huşu, huzu, tazallul menen turadi. Allah Taaladan korkup, жүректері орнығып, Рәббім менің құлшылығымды қабыл қылама деп, Аллах Тааланың алдында жалынып, жарбалынып, қор, зар болып, момындар Алланың алдында тұрады. Бірінші сипаты. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Екінші олар өтіріктен, өсектен, қау өсектен, болмаған әзілден, нәрселерден олар ұзақ болады. Болмаған нәрселердің бәрінен ол ұзақ болады. Одан кейінгі сипаты وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ. Олар өздерінің дүниелерінден болған артқан зекетті кедейлер мен мискиндерге олар шын жүректен, жүректері рахаттанып, бергеніне қуанып, олар кедейлерге өздерінің зекетін береді. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Олар өздерінің яқты жерлерін харамнан тосады. Момындар харам қылған әйелдерге, қыздарға олар қарамайды. Көздерін де, яқты жерлерін де бүкіл харам нәрселерден ол момындар тосады. Илля ала азважихим ау ма малакат айманухум. Тек қана өздерінің жұбайларынан басқа. Жұбайлары менен ол қосылу, кезіндегі болған күн әйелдермен қосылу, бұл олар үшін емес, бұлар олар үшін неғылған, рұқсат берілген нәрсе. Ол үшін жазаланбайды. Фаман ибтага вара залик. Кім енді өздерінің әйелдерінің халал жұбайлары менен Соманенен қанағаттанбастан одан басқа харамды талап қылса, фаулайка хумул адун. Олар міне Аллах Тааланың жазып қойған момын деген шекарадан шығып, момындықтан ол кезде ол не қылады, шығып қалады. Момын адам күнә істеп атқан кезде пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның хадисінде бар, оның иманы көтеріліп тұрады дейді. Адам ұрлық қылып атқанда одан иманы көтеріліп тұрады. Арақ ішіп атқанда одан иманы көтеріліп тұрады. Зина қылып атқаннан одан иманы көтеріліп тұрады. Сол кезде оның жаны шығып кетсе, Алла сақтасын, күпір болып, Раббул Иззаның алдына барып қалуы мүмкін. Сондықтан момын адам әрқашан ондай күнәлардан не болады? Ұзақ болады. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Олар өздерінің аманаттарын орындайды. Аманатқа ешқашан олар қиянат қылмайды, уәделерін бұзбайды, уәделескен уақытта олар мініп келеді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадисінде аятул мунафиқ салата, мұнафиқтың екі жүзінің белгісі үшеу деді. Уайда хадаса калима. Егер сөйлесе өтірік айтады. Уайда утмина хана. Егер аманатқа қылса қиянат қылады. Уайда уада ахлафа. Егер уәде берсе, уәдесін орындамайды. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Енді олар өздерінің 5 уақыт намаздарын өз уақытында оқиды. Бұл жерде намаз қайталанып отқан жоқ. Біріншісінде Аллах Таала намазды қорқу менен. Біз намаздың парыздары менен, уажиптары менен, ықылас менен Алланың алдында тұруымыз керек. Жоқ, келе бір сүннат, мұстахаб амалдарды жоғары көтеріп, имам не жерде тұрса, ғайрил мағдуби алейхимнен кейін жамағатым әмин айтпаса деп тұрса, Абу Ханифаның масхабыменен, имам Маликпенен әмин айтпаса деп тұрса, сырттағы жамағат осы кезде бір әминді айтпасақ деп тұрса, ол жерде момындардың намаз емес. Ол жерде хушу жоқ, ол жерде хузу жоқ, ол жерде топаланнан басқа ешнәрсе болмайды. Сондықтан момын адам намаздарында Алладан қорқып, әмин деп іштен айтсаң да ол намазын қал. Мына Құран-ы Кәрімде Аллах Таала وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Егер Құран оқылса, неғылыңдар дейді, тыңдаңдар, сөйлемеңдер, мүмкін Аллах Тааланың рахматына кенелесіңдер дейді. Жин сурасында білесіздер, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам Тойыптан келе жатқан кезде не қылды? Тойыптан халқы дінге кірмеді. Бір үлкен бір құрмазарға кіріп, намаз оқып, жылап намаз оқығанда жындарды жіберді. Сол жерде не болды? Мұсылман болды. Жындардың хабар айтады,
болғандықтан олар бір денеге келесі аятты бастап кетеді. Имам Шафи мен Ахмад ибн Хамбалда әмин дауыстап айтылу рұқсат берілгендіктен имам бір минут тыныш тұрады әмин айтып болғанынша. Бұл жерде Абу Ханифа мазхабыменен бұл намаз оқылады дегеннен кейін арттағы халыққа соны тыңдау важип болады. Өйткені Құран-ы Кәрімнің «Құл хуаллаху ахад» деген Аллах Тағаланың аяты айтылып жатқанда сен ол аятты басып өтіріп әмин десең не болады? Бұл пайғамбар алейхиссаламның сөзі сөйленіп жатқанда дауыстарыңды көтермеңдер. Пайғамбардың сөзі сөйленіп жатқанда дауыс көтерсе, сендер білмеген қалда амалдарын тас талқаны шығады дейді Хужурат сурасында. Пайғамбардың сөзі емес, Раббил Иззаның сөзі оқылып жатқанда, ол Алланың ахад деген сөз емес, әмин деген сөз естілсін десе, сенің амалыңнан еш нәрсе қалмайды. Ол кәпірлердің аламаты Фуссилат сурасында, олар Құран оқып жатқанда сендер де дауыстаңдар, мүмкін Құранды сендер жеңіп аласыңдар деген. Бауырларым, надандықтан болған тақуалықтан Алла сырасын. Осы жерден иншалла көңіл қойыңдар. Ал керек дәлелдесеңіздер, жұмадан кейін жеке сөйлесеңдер, көрсетіңдер. Мен айтам, мен аятты көрсетіп беремін. Мына құрметті жамағат, Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала момындарды осындай сипаттармен сипаттады. Аллах Тағаланың Құран-ы Кәрімінің кереметі, ол аяттар бір-бірін қолдап келеді. Біздің дініміз Құран, хадистер ешқашан бір-біріне қарама-қайшылықпен келмейді. Оны қарама-қайшы қылып жатқанымыз біздің өзіміз. Міне Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Фурқан сурасында момындарды және сипаттап жатыр. Табаракаллази жа'ала фис-самаи буруджа. Ұлы болды, әзіз болды, аспандарды жұлдыздарменен безеген. Ва жа'ала фиха сираджа ва камара мунира. Ол аспанда шырақ, жарық беруші Аллах Тағала күнді жаратты. Және де нұрлы айды жаратты. Міне Аллах Тағаланың құдіреті. Жер айналып жатыр, күнді, жерді ай айналып жатыр. Әзір Ақтөбеге дейін біреуге таксиге мінсеңіз, пойызға мінсеңіз, сізді тегін ешкім апармайды. Ақша алады. Ал міне Алланың құдіретімен туғаныңыздан осы жерде жүріп жатсыз. Суды төлемесеңіз, суыңызды қырқады. Газды төлемесеңіз, газды қырқады. Светті төлемесеңіз, светті қырқады. Ал туылғаныңыздан күннен пайдаланып жатсыз. Суды ішіп жатсыз, ауасынан демалып жатсыз. Бәрін Аллах Тағала берді. Көзіңіз ауырса, көзіңізді емдеген үшін дәрігер сізден ақша алады. Ал көзіңізді жаратып көрсеткен, құлағыңызды жаратып естіген, тіліңізді жаратып сөйлеткен, мұрныңызды жаратып иіс білдірген, қолыңызды жаратып істеткен, жүрегіңізді, өкпеңізді, барлығыңызды жаратқан Аллах Тағала сізден еш нәрсе сұрап жатқан жоқ. Ол өйткені жомарт, сізден келе тұрған еш нәрсе жоқ. Өйткені біз пендеміз, ол Раббил Изза, ол мұнсыз, оған еш нәрсені керегі жоқ. Тек қана шүкір қыл, осының қадірін біл. Ақылды пендемсің ғой, сен хайуан емессің ғой. Алланың шүкірін біліп, Аллаға шүкір қылып, 5 уақыт намазыңды, оразаңды тұтып Алланың бұйрығымен жүрсең, міне Аллах Тағала осы дүниеде еселеп берген Аллах Тағала ақыретте толтырып береді. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Аллах Тағала өзінің құдіретіменен күн менен айды алма кезіп келетін қойды. Күн өтті, түн келеді, түн өтеді, күн келеді. Лиман арада яззаккара ау арада шукура. Кім Аллах Тағаланың құдіретін пікір қыламын, Аллах Тағаланың ұлылығын жүрегіме жат қыламын, Құдайдың берген неғматына шүкір қыламын деген адам үшін Аллах Тағала күн менен түнді бірінен кейін бірін келе тұрған не қойды, алма кезек ауысып тұратын болды. Одан кейін Аллах Тағала момындардың қандай болатынын айтып жатыр. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. Рахманның пенделері жерде жүрген кезде сыпайы түрменен жүреді. Момын адам жер бетінде дандайсып жүрмейді. Момын адам жүрген кезде жерде әстес екен, сакинаменен, салмақтылықпенен, сыпайылықпен жүреді. Ол дандайсып жүретін адам, оның жүрегіндегі иманы толық болмаған адам.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytadi: "Ve la temşi fil ardı maraha, inneke la tahriqul arda ve lan tablugul cibala tula." Sen yer betinde dandaysıp жүрme, yer betinde dandaysıp жүрменен sen жерді ойып жер алмайсың, жерді әсте ойып жер алмайсың, биіктікте тауға да жете алмайсың. Момын адам жүрген жерде Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам көрсеткендей сыпайылық пенен, салмақтылық пенен момын адам дейді жерде жүреді. Такаппарлықты Аллах Тағала не қаламайды. Кішкентай жоқтан бар болған нәрсе, ол дандайсып жүру момын адамға жараспайды. Мына бір аяттан иншалла не қыламыз. Одан кейінгі وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Оларға надандар бір боғауыз сөздер айтса, олармен ұрсып керісіп кетпейді, ассаламу алейкум дейді де қояды. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам менен Сыддиқ радиаллаху анху бір жерде тұрады, бір кәпір келіп Абу Бакрды боқтады, ол кісі сабыр болды. Пайғамбарын күлімсіреді. Екінші рет боқтады, Абу Бакр сабыр болды. Үшінші рет не қылды, Абу Бакрды ашуланды да оған бұл да сөге бастады. Сонда Пайғамбарымыз қабағын шықты да орнынан тұрып жүре берді. Абу Бакр Сыддиқ Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның артынан жүгіріп: "Я Расулулла, ол мені бір сөкті, мен үндемедім, сіз күлімсіредіңіз. Екінші рет боқтады, мен үндемедім, сіз күлімсіредіңіз. Үшінші боғауыз айтқанда мен де оған атаң деген, мен де атаңды ретке бастаған едім, сіз ашуландыңыз да орныңыздан тұрып жүре бердіңіз" деді. Бұның сыры не дегенде Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам айтты: "Ол сіз бірінші саған боғауыз айтқан кезде сен сабыр қылдың, ләнет айтқанында періште оған қайталап тұрды. Екінші оған қайтарды. Үшінші сен айтқан едің, періште кетті, орнына шайтан келді. Білдің Мұхаммад алейхиссалам шайтан бар жерде болмайды" деді. Альхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля сайидина Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Жаратқан жалғыз деген Аллах Тағала үшін абырой, пайғамбар үшін абырой, және де момындар үшін абырой деген Раббим. Сол абыройлы момындардан болуымызға өзің нәсіп ет Раббим. Ислам дініне қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер. Осы жерде қол жайып жатқан жамааттарға, барша момын мұсылмандардың отбасына өзіңнің құт берекетімен рахматыңды жауып Раббим. Елімізге өзің тыныштық бер, амандық бер Раббим. Мұсылмандардың бәрі бір болып, бүкіл мұсылман еліне және де бүкіл әлемге өзің амандығыңды бер. Альхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля сайидина Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.